Саған ешкім айтпайтын шындық, математика қиын емес, елестетіп көрші. Емтихан жақындап қалды. Алдыңда қалың кітап жатыр. Формулалар, есептер, түсініксіз белгілер. Бірнеше минут қарап отырып-ақ, менен ештеңе шықпайды деп ойлайсың, бірақ дәл осы жерде көп адам қателеседі. Мәселе сенде емес, мәселе саған математиканы қалай үйреткенде. Шын мәнінде математика тек қабілетті адамдарға арналған пән емес. Ол кез келген адам үйрене алатын дағды. Егер дұрыс әдіспен дайындалсаң, бұрын бірнеше сағат шығара алмай жүрген есептерді бірнеше минутта шешетін деңгейге жетесің. Бүгін мен саған математиканы тез әрі тиімді меңгерудің 7 әдісін айтып беремін. Бірінші әдіс. Күніне бір ғана тақырып. Көпшілік жіберетін ең үлкен қателік, бәрін бір күнде оқып тастағысы келеді. Бірақ миымыз ондай көлемдегі ақпаратты бірден қабылдай алмайды. Сондықтан бір күнде тек бір тақырыпқа назар аудар. Алдымен 30 минут теорияны түсін. Келесі 45 минут жеңіл есептерді шығар. Соңғы 30 минут күрделі тапсырмаларға көш. Осылай күн сайын қайталасаң, нәтиже сені таңғалдырады. Екінші әдіс. Есте сақтаудың ғылыми тәсілі. Көп адам формуланы қайта-қайта оқиды. Бірақ бұл ең тиімсіз әдістердің бірі. Оның орнына дәптерді жап та формуланы немесе есептің шешу жолын өзің есіңе түсіруге тырыс. Қателессең де қорықпа. Дәл сол қателесу кезінде ми жаңа ақпаратты әлдеқайда жақсы қабылдайды. Сол тақырыпты бір күннен кейін, 3 күннен кейін және 7 күннен кейін қайта қарап шық. Сонда білім ұзақ уақыт есте сақталады. Үшінші әдіс. Есептерді кезең-кезеңмен шығару. Бірден ең қиын есепке кіріспе, алдымен дайын мысалдарды түсін. Одан кейін жеңіл есептерді орында. Содан соң орташа деңгейге өт. Тек содан кейін ғана күрделі емтихан форматындағы тапсырмаларға кіріс. Бұл әдіс сенімділікті арттырады және миға артық салмақ түсірмейді. Төртінші әдіс. 10 минут ережесі. Егер сабақ оқығың келмесе, өзіңе мен тек 10 минут қана дайындаламын деп айт. Көп жағдайда 10 минуттан кейін тоқтағың келмейді. Өйткені ми жұмыс ырғағына кіріп кетеді. Осы қарапайым тәсіл жалқаулықты жеңудің ең тиімді жолдарының бірі. Бесінші әдіс. Күнде 1 сағат, бар болғаны 1 сағат, 20 минут теория. 30 минут есеп шығару, 10 минут өз қателеріңді талдау. 1 сағат күн сайын қайталанса, бірнеше айдан кейін өзіңді танымай қаласың. Алтыншы әдіс. Емтихан жағдайында жаттығу. Аптасына 1 рет таймер қойып, толық тест орында уақытты бақыла. Қай жерде көп қате жіберетініңді анықта. Бұл әдіс емтихан кезінде сабырлы болуға көмектеседі. Жетінші және ең маңызды әдіс. Ойлау жүйеңді өзгерту. Мен математикадан нашармын деген сөзді ұмыт. Оның орнына мен күн сайын жақсарып келемін деп айт. Қателік жеңіліс емес, қателік үйренудің дәлелі. Әр шығарылған есеп сені мақсатыңа жақындатады. Бір күні сен бұрын қиын көрінген есептердің оңай шешілетінін көресің. Сол кезде бүгінгі еңбегіне өзің риза боласың. Есіңде болсын, математика сені ақымақ етпейді. Сені тоқтататын нәрсе қорқыныш қана, ал қорқынышты тек әрекет жеңеді. Бүгіннен баста күнде 1 сағат бөл. Бір тақырыптан оқы, қателесуден қорықпа, сонда нәтиже міндетті түрде келеді. Егер бұл видео саған пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпа. Пікірге осы аптада қандай математикалық тақырыпты меңгеретініңді жаз. Келесі видеода тағы да пайдалы әдістермен бөлісеміз. Келесі кездескенше.